Осыдан 4 ай бұрын әріптесіме саздан телефон қойғыш жасауға уәде бердім. Сөйтіп, бір күні сөзімде тұра алмағаныма ұялып, ақыры іске кірістім. Ересек өмірдің ең қиын жағы, жаның қалайтын нәрселермен айналасуға уақытты әрең дегенде табу. Күні бойы жұмыстағы тапсырмаларға бүкіл күшің мен энергияң кетіп, кешке үйге келгенде ұйқыдан басқа еш нәрсе жайлы ойламайсың да. Өзім демалыс күндері шығармашылыққа 1-2 сағаттан бөлуге тырысып, бір айдың ішінде осы жобамды бітірдім. Алайда, үлкен бір қиындыққа тап болдым. Жасаған бұйым мүлдем көңілімнен шықпады, нашар боп шықты. Ары-бері ойланып, маған бір идея келді. Осы жасаған қойғыштың қаңқасын пайдаланып, шай қалташаларына арналған қорапша жасаймын деп шештім. Енді одан бұрын жасап алған тесіктерді бітеуге кірістім. Бұл оңай болмады. Кеуіп кеткен саз бен қаптамадан жаңа ғана алған жұмсақ саз бөлшектері бір-бірімен байланыспай, қанымды әбден ішті. Сонымен әрең дегенде ұнаған формаға келтіріп, қорапшаның негізін жасап бітірдім. Қақпағын жасау да ол да бір сынақ боп кетті. Біресе пішіні дұрыс болмай, біресе сабы сынып, әйтеуір жеке жүйемді тоздырды. Өзімді біраз жұбатып алу үшін қорапшаның сыртын безендіруге кірістім. Осыдан бірнеше жыл бұрын гуашьпен салған нобайды енді бұйымның бетіне түсіре бастадым. Ол үшін акрил бояуларын пайдаландым. Түстері қанық шығу үшін асықпай, біртіндеп 2-3 қабат бояу жақтым. Қорапшаның сырты кепкен соңында әріптесіме арнап қақпақтың астына жасырын жолдау қалдырып қойдым. Осы бейненің соңына дейін менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Аман сау болыңыздар.